біз осындай сәнді әдемі сырға жасайтын боламыз. Бірінші сыңарын жасап қойдым, енді екінші сыңарын жасаймыз. Бізге қазір қажетті затты көрсетемін. Сосын осыны жасаймыз. Фетрімізді домалақ етіп кесіп алдық осындай. Енді біз инені сабақтап алып, ортасынан өткіземіз. Моншақтар тігеміз. Әртүрлі моншақтарды өздеріңіз қалауларыңызға байланысты, талғамдарыңызға байланысты тіксеңіз болады. Мен осындай жемчужный моншақ таңдадым. Енді осыны ортасына тігеміз. Екі рет өткізіп шығамын. Мынандай моншақтан тігеміз. Жағдайда осындай өзімізге осылай сырға жасап алсақ болады. Арзан әрі тиімді. Осындай болып шықты. Тігіп болдық моншақтарымызды. Брошкамызға енді мынандай тастарымызды тігеміз. Енді мынандай тасымызды тігеміз. Тастарымызды болдық. Енді мынандай моншақ тіземіз. Тізіп болдық. Енді жерден өткіземіз. Моншағымызды өткізіп шықтық. Енді брошкамызға тігеміз. Енді мынандай шарикті цепочкамызды тігіп шығамыз. Картонымызды домалақ етіп қиып алдық. Оған темір сырға жабыстырдық. Енді кожамызды осыған жабыстырамыз. Енді сырғамызға картонымызды кілейлейміз. Тігіп болдық. Енді бисемен айналдыра тігіп шығамыз. Сырғамыз дайын. Осындай әдемі сырға шықты бізде.